Үйде электрді қалай үнемдейді? Жыл сайын электрге және жылытуға шығындары тариф және өсу саны электр құралдарын пайдалану арқасында өсіп келеді. Себебі энергоресурстар қоры өте шектеулі. Электроэнергия пайдалану жылына 15% өседі және тиісінше электрге төленетін біздің төлемдеріміз көбейеді. Сондықтан көптеген адам үйде электрді қалай үнемдеуге болатыны туралы ойланады. Бұл ретте электрді үнемдеу табиғат ресурстарын қолдануды азайтуға және зиянды заттардың шығарындыларын атмосфераға, бұл біздің өзен, көл, орманды сақтауға қосқан өз үлесіміз. 100 ватт электроэнергиясын үнемдеп, біз 48 килограмм көмірді сақтаймыз. Не 33 литр мұнай, не 35 кубометр табиғи газ. Күнделікті өмірдегі әдеттеріңізді өзгертіп және қарастырып, электроэнергия пайдалануды азайтып, өз шығындарыңызды азайтуға болады. Орта есеппен 3 адамнан тұратын отбасы 50 квадрат метр пәтерде энергоресурстарға шамамен коммуналдық төлемдердің толық сомасының 59%-ын құрайды. Оның 32% жылыту және ыстық сумен жабдықтау, 15% электроэнергия, 12% газ. Коммуналды шығынның көп үлесі отбасынан жылуға, ыстық суға келеді, 32%-ын құрайды. Сондықтан жылуды үнемдеу бірінші кезектегі мақсат. Жылуды сақтап, электроэнергияны сақтаймыз. Электроэнергияны сақтап, ақша үнемдейміз. Үй асты және шатыр жабылуы 20%, терезе ойығы және есік тесігі 40-50%, сыртқы қабырғалар 30-40%.